мұсылманның өте жақсы деңгейде, өте жақсы түрде толыққанды танитын мағыналардың, ұғымдардың бірі осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Аллах тағаланың елшісін жақсы танымай, біз Алла тағаланы лайықты деңгейде жақсы тани алмаймыз. Аллах тағаланы ең жақсы таныған сол кісі. Аллах тағаладан ең қатты қорыққан сол кісі. Аллах тағалаға әбден берілген сол кісі. Сондықтан пайғамбарымызды тануымыз арқылы біз Алла тағаланы, Раббымызға қалай шүкір ету керектігімізді, қалай бойұсыну керектігімізді, қалай ғибадат қылу керектігімізді, міне сол нәрселердің барлығын сол кісі арқылы үйренеміз. Сондай-ақ дін, өзіміздің асыл дініміз осы ислам діні. Дінді де біз лайықты деңгейде тани алмаймыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды лайықты танымайынша. Сондықтан пайғамбарымыздың өмірбаянын оқудағы негізгі мақсат сол кісінің, бір сөзбен жинап айтқанда, сол кісі сіздің өнегеңізге, идеалыңызға айналуы. Сол кісіден, сол кісіге қатар ешқандай адамның жер бетінде идеал тұтылмауы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Ата-Алла өзі Хиджр сүресінде де лағамрука деп ғұмырмен ант еткен. Өздеріңіз ойлай беріңіздер. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, мен естімедім дейді, Алла тағаланың бір пайғамбардың өмірімен ант еткенін, тек қана Мұхаммед пайғамбардың ғұмырымен ант еткенін айтпағанда дейді. Сондықтан ол кісінің ғұмырымен Аллах тағала ант еткеннен кейін, ол кісінің ғұмырында кемшілік жоқ деген сөз. Ол кісінің әрбір сәті, секунды, минуты Алла разы болған ғұмырда. Сондықтан иншалла сол кісінің өмірі бізге рухани байлықты әкеледі. Өте үлкен дәрежеде рухани байлықты береді бізге. Иншалла соны біз Алла тағаладан сұрап, соны тілейік, сол нәсіп болсын баршамызға.